Сәлем достар, бүгін етті пирог, бәліштер жасайтын боламыз. Колокольчикті басып, бүгінгі рецептімізді бастайық. Ал біз дайын апараны алып, оның үстіне бір жұмыртқа и бір жұмыртқаның ақтығын саламыз. Бір сарысын алып қалып, оны бетіне жағамыз. Бір шай қасық тұз, 300 мг қаймақ. Оның бәрін жақсылап араластырып аламыз. Үш жүз елу грамм ұнды елеп қосамыз. Елегенде қамырыңыз өте сұйық болса, және де ұн қосып, осылай елеп аламыз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. 200 грамм пияз, 300 грамм піскен ет, 600 грамм картопты бәрін араластырып қуырып аламыз жақсылап. Кішкене тұз бен қара бұрыштан қосып, 250 мг су құйып, бұқтырып қоямыз. Содан кейін начинкамыз дайын болғанда, қамырымызды жайып, екіге бөліп, астыңғы жағына 350 граммнан, үстіңгі бетіне бәліштің 250 граммнан аламыз қамырды. Сөйтіп жайып алып, формамызға салып, бізде 2 пирог шықты. Қамырымызды өлшеп аламыз. Жақсылап ұнмен елеп, жайып. Егер менің пирогтарым, рецепттерім ұнаватса, подписка жасауды ұмытпайық. Және де көп рецепттерімді плейлисттен ашып көріп, бірге менімен жасаңыздар.
Осындай ашыған қамырымыздың ішіне қаймақтың орнына сіздер маргарин, май қоссаңыздар болады. Пирогтың бетін жұмыртқаның сарысымен осылай жағып аламыз. Ортасын тесіп аламыз пирогтың. Ішінде ауа қалып кетпесін деп. Қалған шеттеріндегі қамырдан жайып, бетіне неше түрлі қандай форма болса өзіңізде солай гүлдендіріп әдемілеп алсаңыздар болады. Бар формочкалармен. Жоқ болса қолмен кесіп өзіңіз өріп, солай әдемілеп әзірлесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Ал ашып көрейік. Пирогымыз дайын болып қалған сияқты. Қазір шығарып астын көреміз. Ал пісіпті пирогымыз, кесіп, қамыры жұмсақ, тамаша, күшті болған. Балдарға өте ұнады. Бір пирогты бір отырғанда жеп қойдық біз. Осындай әп-әдемі, қызғыш сары әдемі болып, жұмсақ болып пісті қамыры. Ал достар, сіздерге менің рецептім ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер, колокольчикті басып. Тағы да менің каналымдағы басқа рецепттерді қарап пісіріңіздер.